Ассалаумағалейкум шахмат сүйер қауым. Мен Нұрахмет Байжан, шахмат тренері. Сіздерге бүгін ферза қапталындағы болған қателіктер, яғни тұзақтар, сол қателіктің арқасында жеңіліске ұшырауларды көрсететін боламын. Мен яғни ферза қапталы дегеніміз, король қапталы ферза қапталының алдыңғы немде көрсеткен болатынмын. Яғни орталық мынау өзі төртке бөлінеді, А, Б, С, Д. Осы төрт мына қатарды ферза қапталы, осы корольдің былай қарай қапталды, король қапталы деп айтылады. Ферза қапталы арқылы шабуыл жасау қазір кең қолданыста болып жатыр. Енді осының қателіктерін, осы жерде болатын қателіктерді көрсетейін. Ферзінің алдындағы D4-ті жүрсін. Қаралар D5 жүрді. Қазір көбінесе қолданыста осы S4-ті қояды. Егер қараңыздар, S4-ті пешкімен жекпесін, тегін пешкі. Енді мына жерде ашсам, қайтарып аламын. Бұны қалай қорғайды? Слонмен қояйын десе, корольдің алдындағы пешкеге кедергі болады. Ары қарай ол пешкі слонға кедергі, слон ладьяға кедергі болады. Осылай фигурлар бір-біріне кедергі болып қалады. Ал ферзі келетін болса, ат шығады, яғни қаралар темптен ұтылады. Мынаны пешкімен қорғайды. Енді осы пешкі қорғағандықтан, біз осы пешкеге ақтар шабуыл жасаса, бұл қаралар қалай қорғаныс жасайды? Егер мынамен қорғасын, ол кезде біз пешкіні жеп қоямыз. Қараңыздар, мынаны жейдің болса, ладьяны жеп қоямыз. Демек, бұны жей алмайды, жүруге болмайды. Мына пешкіні жүреді. Осындай партиялар кездескен ойындарда. Бұл мынау қаралар А-дағы пешкімен Б-дағы пешкіні жесін. Ақтар жеді. Қаралар да осы С-дағы пешкімен Б-дағы пешкіні жесін. Енді мына пешкіні қорғап қалды. Бір пешкі ұтты қаралар. Бірақ бізде керемет жүріс бар. Ферзіні F3-ке жүретін болсақ, ладьяға шабуыл түседі. Ладьямыз біздің ешқандай фигурамен қорғай алмаймыз. Атпен қойсақ жеп барамыз. Слонды қойсақ оны жеп барамыз. Ферзіні мына жерге қойсақ оны да жеп барамыз. Ладья ешқайда қашамайды. Демек, бұл жерде қаралар фигурадан ұтылды. Енді қайтадан осы жүрістердің бірақ осыны керісінше қолданып көруге. Қаралар жағынан тиімді вариантын көрсетейін. Егер D4, D5 жүрсін, S4 жүрсін, мынаны жесе, жаңағы варианттарды көрдіңіздер, қалай болса да ақтар өзінің есесін жібермейді деген бұл варианттарда. Бұл пешкі, яғни алға шығып кеткенімен, ерте басан шыққанымен, оны қайттан ақтар фигурамен оңай ұтып алады. Енді бұны жемейтін болса, бұны қорғайтын болса, атпен қорғасын демесе, пешкімен қорғасын деген дейді. Егер қорғайтын болса, ол не дейді? Ферза қапталындағы пешкіден отказ жасады. Отказной защита дейді ғой, запас. Осы жалпы бас тарту. Тегін пешкіден жеуден бас тартып, қорғанысқа көшті. Біз не істейміз? Осыған тағы да күш түсіреміз. Атпен және пешкімен күш түсіріп жатыр. Мынаны жесе, орталық алаңдардағы пешкілерді қуып жатырмыз. Негізі, өзі С-дағы мына жүрген пешкі негізі, орталық алаңды қуудағы мақсаттағы. Мына пешкі бұлай кетсе, орталық алаңдарға мына пешкілер бұлай екеу жүйелеп, бұлай қарай, орталық центрді басып алуға мүмкіндік алады. Сондықтан қойылып жатқан пешкі негізі, егер мынаны тағы жейтін болса, тағы да ашып, бұлай қарай слонды ойынға қоса аламыз. Бұны тағы да қорғанысқа көшсін. Пешкімен қорғады және атпен қорғады ферзілері. Енді слон мен атқа шабуыл түсіреміз. Не үшін шабуыл түсіріп жатырмыз? Ферзіні қашатын болса, біз слонмен жесек, мына пешкімен жесе, қараңыздар, екі қабаттасқан пешкі бір қатарда тұратын болса, ол пешкілер әлсіз болады. Ол әлсіз болса, король қысқа жаққа рокировка жасауға корольге ыңғайсыз болады, тек ұзын жаққа рокировка болады.
біз бағытымызды ұзын жаққа қарай бағыттасақ, онда ойында ұтысқа ие боламыз, иә. Енді бұл жерде қаралар қорғанысқа көшті, атты атқа қорғады. Осындай аккуратны, осындай бір-бірінің қорғаны ойнап жатыр қаралар. Енді ақтар пешкіне жеп келдік. Олар пешкімен жейді. Енді біз атпен жесек, ат жей алмайды, ферзі бар. Қараңыздар, атпен жек келдік. Біз егер атты неменеді шабуыл жесем, ол пешкімен жейді. Тағы да мына қатардағы пешкілерді бір-бірінен қабаттастырып қойып бұзғысы келіп жатыр ақтар. Осы жерде керемет жүріс бар. Жалпы айтқанда бұл партиялар ойындарда кездеседі. Өзімде де жарыстарда кездескен. Атты жеп барамыз. Бір фигура кетті. Слон мен ферзін жедік. Енді не істейміз? Слон мен шах береміз. Қараңыздар, король өзінің фигураларына қамалып қалған, ешқайда қаша алмайды. Алдына мына жерде қорғайтын аты және слоны ар жаққа кетіп қалды. Еш нәрсемен қорғай алмайды. Ферзіні қойып қорғайтын болса, қараңыздар, келесі жүрісте ол корольді қайда қашса да немесе басқа фигураны алып келсе де, біз ферзі мына байланып тұр. Оны ферзін ат қорғап тұр. Егер ферзімен жесе, атпен жеп, тағы да вилка түсіріп, шах беріп, ладен жеуге мүмкіндік аламыз. Біз мына жерден мынаны слонды корольмен жеп алсақ болады. Енді қараңыздар, фигуралар санайық. Слон, ат, 2 ат, 2 слон. Енді мына жерде ақтардың варианты мынаны жейіп, немесе рокировка жасасын дейді. Қалай жүрсе де біз ферзіні жейміз, ладьямен жесін. Енді қараңыздар, фигуралар, бір фигура қараларда артық. Осындай бір тұзақ бар екен, керемет. Дебютте осында ашып біз бермеу керек. Шабуылды ғана ойлап емес, С4 жүрсін. Егер қаралар бұнайды қорғаныс арқылы ойнаса да болады. Немесе бір блиц ойындарда көп қолданылатын партиялардың бірі E5 жүрсін. Қараңыздар, E5 жүрген кезде ақтар мынаны жейді. Неге? Қаралар мынаны жейтін болса, ферзін жесе, король он жесе, корольдің рокировкасы бұзылады. Ол ақтарға пайдалы, яғни темп жағынан ұтады. Ал бұл жерде қаралар не істейді? Мына пешкісін ферзіні сақтап қалу керек, рокировканы бұзбау керек. Сол үшін алдына қарай жүріп, осыны ұстап қалады. Бұны тек ферзі ғана шабуылдап тұр, басқа фигура шабуылдап тұрған жоқ. Енді осы жерде ақтардың бір қателігі болады. Осында бір қателік жүріс жүріп қалсын. Мынау негізі қарап тұрсақ қатты қателік деп ойламаймыз, бірақ қарап отырсақ, осындай жүріс жасауы мүмкін. Осындай жүріс жасалды, бірақ енді біз осы жерде қаралардың шабуылын қарайық. Корольге шабуыл түсті. Атпен қояйын десе пешкі бар. Атпен бұлай қояйын десе ол болмайды. Слонды қойса. Енді қараңыздар, атпен болмайды деген себебім, атты қойсын. Мынау жеп барады. Көрдіңіздер ма? Мына жерде слонның жолын жабады, ол ат. Демек бұл шабуылды қайтару үшін слонды қояды. Жеп барса қайт жеп бөледі, сонымен слонның қауіпі жоқ, ат ары қарай ойынға кіріп кете береді. Және бұны атты қойсақ тағы да қорғанысқа түсіре аламыз. Енді қаралардың осы жерде керемет жүрісі бар. Слонды құрбандыққа салады. Қараңыздар қалай. Пешкені жеп барам. Ол жек дегенде мен ешқандай өзгеріс болып тұрған жоқ. Мына жерде мынаны жей алмаймын, корольге шабуыл түсіп тұр. Егер мынаны жегеннің өзінде, немесе мынаны ауыстырып тастаймыз дегенде. Бұлай ешқандай өзгеріс болып тұрған жоқ, бірақ қаралардағы ақтарға шабуыл жасап тұрмыз. Енді қараңыздар, слонды жесін. Ақтар тегін фигураны жесін. Енді не істейміз?
қарамен қатарынан пешкаларды жек келе жатырмыз. Тағы да жедік, шақ бердік. F2-дегі пешканы жеп шақ бердік. Ақтар, корольдер пешкіні жей ала ма? Бұны жей алады, бірақ қараңыздар, ферзіге орталық алаң ашылып қалды. Егер мынаны жейтін болсам, мен ферзі болып қалады. Демек, мен бір фигура алыптым. Маған атты жеуден қауіп жоқ деп, король алға жүрсе. Енді қараңыздар, мен пешкімен мынаны жеген кезде көп ойыншылар ферзі алады. Ферзі алсам, мен жедім, ферзі алдым, оны жеп қойды. Ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Бәрі орында бір қалыпта тұр. Енді ферзі алдық дейік, ары қарай мен шабуылды жасай берсем болады. Мынаны ауысып тастаймын, шақ беремін, сосын кетеді. Енді қараңыздар, мына жерде жеген кезде қаралар ат алсын. Конь. Ат болған кезде корольге шақ болады. Демек, қараларда басқа жүріс жоқ. Бұны ақтарда басқа не жоқ. Мынаны жейді. Атты жейді. Ақтар бұл шабуылдан құтылды. Бірақ келесі шабуылға тап болады. Қараңыздар, слонмен шақ берді. Енді слонмен шақ берген кезде алдын қоятын фигура ат еді. Және пешкі жоқ мына алаңда. Король қайда жүрсе де, бұлай жүрсе ферзь жек береді. Бұлай қашса да ферзден ұтылады. Сонда қаралардың осындай тактикасынан ақтар осылай жеңіліске ұшырайды екен. Ал бүгін сабағымыз жақсы қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда тағы да осындай қателіктермен жұмыстарды көрсететін боламын. Сау болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк, комментарийлеріңізді жазыңыздар.